Қайырлы күн достар, бүгінгі сабақта біз ноутбук арқылы таргет жіберуді үйренетін боламыз. Алдымен ол үшін бізге Facebook аккаунтқа кіру керек, яғни номер жазамыз, парольді жазамыз және де Facebook аккаунтқа өтеміз. Facebook аккаунтқа өткеннен кейін Facebook аккаунтқа өткеннен кейін бізде жаңа версиясында дәл осындай интерфейс болады, және де ең бірінші жаңа таргет жіберместен бұрын бізге Facebook страница, яғни бизнес парақшаны ашып алу керек болады. Facebook страницаны ашу керек. Ол үшін мына жердегі плюс батырмасын басасыздар да, және страница деген таңдайсыздар. Енді название страницы, яғни біз қандай реклама жібергіміз келіп жатыр, қандай компанияның рекламасын, вот сол мысалы өзіңіздің компанияңыз болса, сәйкесінше сол компанияның атын жазасыздар. Категория товар или услуга деп қойсаңыздар жеткілікті. Бұл аса қатты маңызды емес. Және де описание жазудың в принципе қажеті жоқ. Енді создать страницу дегенді басамыз. Дәл қазір бізде страница ашылады, және де одан кейін біздер сол страницаны құрдық. Енді ішін сәндеп, несін логотипін, жаңа басқа да нәрселердің барлығын толтырамыз. Кеттік. Енді изображение, мына жерде изображение бөлімінде, бұл жерде біздер профильдің фотосын қоямыз, яғни логотипті жүктейміз. Осы жерде алдын ала неге компьютерге логотиптің барлығын сізге жүктеп алғандарыңыз, дайындап алғандарыңыз дұрыс болады. Так, қазір одан кейін фото обложки, яғни обложкаға негізінен там осы компания туралы номерлер, ақпарат жалпы соның барлығын енгізсе болады. Яғни бұл қарапайым визитка ретінде, обложка былай визитка ретінде болу керек. Біздерді бұл жерде тоже тағы бір логотипті жүктей салсақ болады. Яғни бастапқы бір оформление үшін осы жаңа логотип пен обложканы жүктеу жеткілікті. Одан кейін ары қарай бізге сохранить деген батырманы басып, одан кейін ішіне посттар салып, ары қарай дамытып бастайсыздар. Бізде страница ашылды. Логотип, обложка тұр. Енді мысалы, например, создать публикацию арқылы әртүрлі публикациялар жазып и опубликовать етіп, осы жерден қарапайым Инстаграмда не секілді, Инстаграмдағы, мысалы, например, аккаунтқа пост салған секілді, осы жерде посттарды жазып, Инстаграмға алдын ала дайындалған контенттің барлығын осы Фейсбукке де сала берсеңіздер әбден болады. Енді қараңыздар, бізде страница ашылды. Енді таргет жіберудің өзіне көшетін боламыз. Ол үшін қайтадан плюс батырмасын басамыз да, реклама бөліміне өтеміз. Реклама бөліміне өткен кезде, міне, бұл Ads Manager бөлімі, Ads Manager кабинеті. Яғни бұл жерде біздер уже таргет жіберуіміз керек. Яғни осы бүкіл жаңағыдай рекламалардың несі, аналитикасы, басқа да нәрселер, охват, қанша клик болды, осының барлығы осы Ads Manager кабинетінде болады. Енді рекламаны жасауға көшейік, кеттік. Мына жерден создать батырмасын басамыз. Одан кейін өзімізге керек цель таңдаймыз. Көбінесе, егерде таргетті бірінші рет жіберіп жатсаңыздар, әрине трафикті таңдап, бүгін осы трафикпен жұмыс жасайтын боламыз, трафик цель арқылы. Трафикті басқаннан кейін, одан кейін астында осындай жаңағыдай компанияның атын қою керек болады. Бұл тек қана өзіңізге ғана көрінеді, и өзіңізге түсінікті сөздердің барлығын жазып қойсаңыз болады. Бұл жерде не деп жазсақ болады. Алғашқы таргет, например. Алғашқы таргет, косметика деген секілді. Группа объявлений, лента, одан кейін мына жерде бірінші креатив деп. Бірінші креатив деп. Бір деп қояйық. Кеттік. Продолжить. Міне, бізге осындай бет шығады. Бұл жерде оптимизацияны қосып қоямыз. Бұл бізге барынша ақшаны дұрыс жұмсауға мүмкіндік береді. Мына жерде не тұр? Жаңағыдай басқа не тұр? Корейский вон, қателеспесем, корейский вон, и бұл жерде біздер өзіміздің күндік бюджетті белгілейміз. Мысалға, например, 2000 вон деген секілді. Күндік бюджетті белгілейміз қазір. Сіздерде бастапқыда доллар тұрады, сол долларды пока доллармен белгілей берсеңіздер, одан кейін, в принципе, доллардың өзімен жасап берсе болады. Қазір несі бойынша, бюджет бойынша тағы да түсіндіріп өтем. Кеттік. Енді
бюджет и график бөліміне өтіп, бұл жерде біз өзімізге жаңағыдай графикті қоямыз. Установить дату окончания бөліміне галочка қоясыздар, одан кейін осы жерден реклама қай күні біту керектігін белгілейсіздер. Мысалға маған 2 күнге рекламаны 2 күнге жіберем. 2 күнге жіберем, яғни менің рекламам 2 күн бойы не істеп отырады, айналып отырады, көрсетіліп отырады. Енді келесі аудитория бөлімі, бұл жерде маңызды. Целевой аудиторияға анализ жасап, олардың қызығушылықтарын анықтап, осы жерде сізге керек аудиторияны не істеп аласыз, таңдап аласыз. Мысалға, маған рекламаны бүкіл Қазақстанға жіберу керек болады. Сәйкесінше мен мына жерде Қазақстан деген нені жазамын. Қазақстан деп жазамын. Бірден өзі шығады Қазақстан, и бүкіл Қазақстанға белгіленеді. Местоположение. Енді қараңыздар, живущие здесь или недавние посетители. Мысалы, Қазақстанға келіп кететін туристер, басқа да жұмысшылар болады. Маған именно осы жергілікті тұрғындар керек. Люди, живущие здесь таңдаймын. Мысалы, мына жерде 3 бұрышта басамыз, люди, живущие здесь дегенді таңдаймын. Кеттік. Бүкіл Қазақстан. Егер де сізге, мысалы, например, арнайы бір нақты бір қала керек болатын болса, сәйкесінше сол қаланың атын жазасыздар. Мысалы, Алма деп жазам, бірден міне Алматы шығады. Алматы шығады, осынан белгілеймін. Сәйкесінше маған Алматыны көрсетеді. Енді маған Алматының айналасында 40 километр радиус керек емес. Маған, мысалы, 17 километр жеткілікті. Маған там есік олар керек емес, тек қана Алматы. Осының барлығын не істеуге болады. Немесе тіпті даже не керек болса, Алматының бір нақты, например, Абайдан жоғары бөлігі керек болатын болса, сәйкесінше бүйтіп жақындатып аласыздар да. Бүйтіп жақындатып алғаннан кейін поставить метку дегенді басасыздар да. И осылай метканы қоясыздар. И бұл жерде уже нені радиусты кішірейте беруге болады. Мысалға 5 километр қойдым. 5 километр қойдым. Бұл менде жақта почти основной Алматыны алып отыр. Маған тағы да кішірейту керек, мысалы, например, 2 километр деп қояйын. 2 километр деп қойған кезде мына жерде Бостандық ауданы, там Казгу, одан кейін мына жерде Абай көшесіне жоғары алынған. То есть осылай сізге керек районда белгілеп алсақ болады. И одан кейін, мысалы, например, тағы рет басып, екінші метканы қоямыз. Бұл жерге тоже 2 километр деп қоямыз. И осы 2 радиус, мысалы, осы аралықтағы адамдарға біздің рекламамызды көрсетеді. Кеттік. Енді возрастты белгілейміз. Біздің целевая аудитория, яғни косметика бұл, например, нақты бір косметиканы, мысалға, бізге 21 жаспен, кішкене ақша төлей алатын аудитория керек. 21 жаспен, 40 жас аралығын белгілейміз. Жынысы әрине әйел адамдар. Және детальный таргетинг бойынша. Крем деп іздесек, мысалы, например, крем, косметика. Мысалы, именно жаңағыдай не іздеген, крем іздеген адамдар, например. Одан кейін, нені белгіледік, косметиканы белгіледік. Енді қараңыз, мысалы, например, жаңа мен кремнің өзін бірден таңдадым. Сәйкесінше тағы да басқа, например, маска деген секілді нәрселер жазуыма болады, әрине. Мына жерде маска для лица деген секілді. Соларды белгілесек болады. Әрине, мысалы, таргетке масканы жіберетін болсаңыздар. И одан кейін, мысалға, осы тағы да, например, естеріңізге түспей жатыр қызығушылықтары. Сіз аласыз, рекомендация басасыз, сәйкес, осы нелерге, сіз таңдаған интерестерге сәйкес, тағы да өзі приложение тастайды, жаңағы Facebook әртүрлі рекомендовать етеді. Бізге қайсы келуі мүмкін, например, красота, мысалы, косметика, кожа деген секілді, мысалы. Осы, например, жеткілікті. Сіздерге кеңес беретін максимум бір 10 интерес осы жерде таңдасаңыздар жеткілікті болады. Енді языкке ешқандай нәрсені қозғамаймыз, в принципе. Енді аудитория бізде дайын. Сохранить ету аудиторияны басу арқылы біз аудиторияны сақтап қоямыз. Алматы косметика деп қойып. Яғни аудиторияны сохранить етіп қойдық. Бұл не үшін керек? Біздер енді әрбір таргет жіберген кезде, мысалы, например, қайтадан новый аудиторияны сақтап жасап отырмайынша, просто мына жерде используйте сохранить аудиторию дегенді басасыздар да. Мына жерде уже Алматы косметика деген аудитория тұр. Яғни осыны басып, ары қарай уже рекламаны жібере береміз. Енді кеттік. Места размещения. Бұл жерде біз рекламамызды қай жерде көрсетуіміз керек, соны белгілейтін боламыз. Бізге Instagram керек, сол себепті. Мына выбор места размещения вручную басасыздар. Устройство деген кезде
все устройствоның орнына мына жерде тек қана мобильный устройство керек болады, себебі адамдар инстаграмға тек қана телефон арқылы 99% телефон арқылы кіреді. ПК-ны алып тастаймыз, мобильный устройство қалады. Сәйкесінше мына кеттік. Енді платформада 4 түрлі платформа бар: Facebook, Audience Network, Messenger. Ең жақсы жұмыс жасайтыны, сіздерге кеңес беретіні бұл Instagram. Ал егер де тестировать етіп жаңадан бір аудитория шыққыларыңыз келсе, онда уже Инстаграмда аудитория бітіп қалып жатса, онда уже басқалардың Facebook'та Audience Network, Messenger'ды тестілей берсеңіздер болады. Инстаграмды қалдырған кезде бізде нелер қалады? Біріншіден лента Инстаграмы, интересный және де история. Мысалы біз сіздерге желательно менің кеңес беретінім, бұл история мен лентаға екі бөлек, то есть бөлек-бөлек реклама жіберіңіз. Мысалы, например, мына жерде лента деп қойдым, сәйкесінше біз рекламаны тек қана лентаға жібереміз, и адамдар қалай әсер ететін, қалай кері байланыс беретінін анықтауға болады. Ал егер де екеуін, лента мен историяны бірге жасайтын болсақ, сәйкесінше ол жерде уже біз нақты қанша адам лентадан келді, қанша адам историядан келгенін, и лентадағы кликтің бағасы, историядан кликтің бағасын екеуін ажыратып нақты біле алмаймыз. Бізде потенциальный охват 36 000 адам, яғни жаңағы радиуста 36 000 адамға рекламамызды көрсете аламыз. Енді келесі реклама бөліміне өтеміз. Мына жерде келесі үшінші соңғы этап, почти соңғы этапқа. Facebook страницы, және де мына жерде бағанағы біз өзіміз ашқан Facebook страницаны тауып алуларыңыз керек болады. Міне біз тауып алдық, и одан кейін аккаунт Instagram. Егер де Instagram аккаунт тіркелмеген болса, дәл осылай шығады. Одан кейін осы жерден подключить аккаунт деу арқылы сіздер Instagramдарыңызды тіркесеңіздер болады. Подключить аккаунт деген кезде бірден Instagram данныйын жазыз деп шығады сразу. Кеттік. Одан кейін Instagram тіркеп аласыздар. Одан кейін сіздерге бөлек бір видеода қалай Instagram тіркеу керектігін істеп беремін, айтып беремін. Настройки объявления бізге 3 түрлі форматты береді: одно изображение или видео, кольцевая галерея, подборка. Кольцевая галерея көбіне киім сатқан кезде, например, киім сатып жатқан, киімнің рекламасын жасаған кезде керек болады. Там бірнеше әртүрлі модельдер, там ассортименті көп бизнестердің рекламасын жасаған кезде осы кольцевая галерея жақсырақ көмектеседі. Одно изображение или видео ол универсал, ең жақсы жұмыс жасайтын формат. Осы форматта жұмыс жасаймыз қазір. Біздер баннер жүктейтін боламыз. Келесі төмен түскен кезде рекламный креатив бөлімінде медиа объект, біздер медиа файлды жүктейтін боламыз. Бізге, например, сіз алдын ала баннер дайындасаңыз, әрине изображение басасыздар, егер де видео болса, сәйкесінше видеоны басасыздар. Изображение, мен қазір баннер дайындадым, изображение басамын, и одан кейін өзім алдын ала дайындаған баннерді жүктеймін. Готово. Болды, менің баннерім жүктелді. Енді алдын ала дайындалған основной текст деген бөлімде уже жаңағы offer, copywriting, call to action. Мен бір қарапайым ғана текст дайындадым, сіздер рекламаны жаңағы нені көрсету үшін. Осы жерге текст жазамыз. Яғни мына жерде оң жақты көрсек, бұл жерде біздің жаңағы рекламамыз адамдарға қалай көрінетін жаңағы предпросмотр тұрады мына жерде. И егер де там сіздерде просмотр шықпай тұрса, онда мына жерде сәйкесінше мына басасыздар да, бірден уже рекламаңыздың қалай көрініп тұратынын тексеріп ала аласыз. Енді бізге не істеу керек? Соңғы этап бұл қалғаны жаңағы сайттың сілтемесін қою керек. Егер де сайт деген кезде любой бір сілтеме керек болады. Мысалы, например, бүкіл жаңағы заявкаларды WhatsApp-қа жібергілеріңіз келсе, онда Google-дан конструктор ссылка деп іздейсіз. Бұл жерде чат API шығады, одан кейін осына басасыз. Осы жерде Instagram-нан жаңағыдай, то есть WhatsApp-та ссылканы, текстпен ссылканы қоюды ең оңай жолы. Мысалы, например, өзіміздің, например, номерін жазамыз. Одан кейін обязательно міндетті түрде 7-ден басталу керек. Плюс 7 емес, 8 емес, именно тек қана 7-ден. И одан кейін мына жерде текст. Білгім келеді.
деген секілді. Мысалы, осындай текст құрастырдық. И сформировать басқан кезде бізде текст шығады. Осыны аласыздар, көшіріп аласыздар. И Ads Manager-ге өтіп, мына жерде URL сайты бөлімінде ссылканы қоямыз. Все, бізде сілтеме дайын. Енді бізге енді рекламаны жіберу ғана қалды. Қараңыздар, енді қараңыз, қазір аккаунт негізінен любой таргетті жіберген кезде рубльмен жұмыс жасаған дұрыс. Все, опубликовать басамыз. Опубликовать дегенді басамыз. Және де бізде рекламамыз уже неге кетті? Тексеріске кетті. Не себепті? Себебі біздер уже картаны тіркеп қойдық. Ал егерде сізде карта тіркелмеген болса, сәйкесінше сізден осы жерде опубликовать басқан кезде картаның данныйын сұрайды. Картаның данныйын сұрайды. И ол жерде картаның 16 цифрын, срок годности, срок действияны, содан кейін артындағы 3 цифр болады. Соны жазу керек болады. Картада оплата в интернете ашық болады. Барлығымыз Каспий Голд қолданамыз. Картадағы оплата в интернете ашық болғаны дұрыс. То есть онсыз сіздің картаңыз тіркелмейді. Картаны тіркеп болғаннан кейін болды, уже ары қарай жұмыс жасай бересіздер. Енді қараңыз, мысалы, например, қазір біздің таргет бұл, мысалы, например, бірінші таргетті жасап жатырмыз, и бұл таргетті бізде 48 сағат, максимум 48 сағат тексереді. Одан кейін келесі жасаған таргеттерді уже 24 сағаттың ішінде тексеріп береді. Практикада ол бір 2-3 сағат, 4-5 сағат уақытта алады. Прям 24 сағат бойы тексермейді. 2-3 сағат, 4-5 сағатты тексеріп береді. Статус на проверке, бұл жерде біздің рекламамыз тексерісте жатыр. Бізде бюджет 2000 вон, одан кейін так. Бұл жаңағы біздің өзіміздің жасаған таргетіміз. Супер. Біздер алғашқы таргетті жасап көрдік. Яғни ең біріншіден таргетті жаңағыдай тестировать етіп, кішкене қолымызды үйретіп бастадық. Енді қараңыз, біздер, например, таргет қазір на проверке тұр. Егерде бұл тексерістен өтетін болса, ары қарай уже реклама кетіп қалады. Бізге ол керек емес, біз тест ретінде жасадық. Сол себепті кез келген уже керек емес реклама дұрыс жүрмей жатса, немесе просто осындай пробный жіберіп көрсеңіз, сәйкесінше оны аласыздар, мына жердегі көп кнопканы просто сұр түске айналдырасыз, сәйкесінше ол реклама өшеді. Яғни статус уже выключено. Яғни біз рекламаны өшіріп қойдық. Өшіріп қойды ұмытпаңыз, егерде пробный жасап жатсаңыз. Ұмытып кетсеңіз, мына біздің бюджет 2 күнге 4000 вон ақша кетіп қалады, құртылып кетеді. Енді қараңыздар. Так, осы біздер осы бүгін сабақта таргет жасауды, ноутбук арқылы таргет жасауды үйрендік. Сабақты көргендеріңізге көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.